1913 жылы Қазақ газетінде редактор Ахмет Байтұрсынов қазақтың бас ақыны атты мақала жариялайды. Бұл ұлы ақын туралы жазылған ең алғашқы көлемді жазба еді. Ахмет Байтұрсынов өзінің мақаласының басын онан асқан бұрын соңғы заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ деп бастайды. Расында солай еді. Қазір де солай. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл Асыл мұра бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Әйгерім Сейітбекқызы. Бүгін біз Абай әлемінің сыр өңірімен байланыс туралы сөз қозғайтын боламыз. Абай қазақ халқының руханияты мен мәдениетінің символы. Оның ілімі халықтың рухани жаңғыруымен тығыз байланысты, ал даналығы қазіргі заманмен үндес. Абай шығармашылығымен танысу сананы оятып, ойға ой қосады, жаңа көңіл күй мен сезімге бөлейді, асыл армандарға жетелейді. Қазақтың біртуар ақыны Абайдың үйіне сән беріп, керегіне жараған жиһаздың қасында тұрмын десем, бірі сенер, бірі сенбес. Бұл кәдімгі кітап салатын ағаш шкаф. Шкаф 19 ғасырдың аяғымен мерзімделеді. Орыс шеберлерінің қолына шыққан арнайы тапсырыспен жасалғандығы көрініп ақ тұр. Бұл тарихи дүние Сыр елінде Сырдария аудандық тарихи өлкетану музейінде сақтаулы. Өкінішісі, бұл шкаф өзінің бастапқы қалпын сақтап қала алмаған. Әу басында бұл шкафтың жоғарғы бөлігі болған. Жоғарғы бөлігі кітап салуға арналған 3 ашық сөреден тұрған. Музей қорына тұрмыс жағдайына ыңғайландырылып, үсті кесілген күйінде астыңғы бөлігі ғана жеткен. Бұл шкафтың биіктігі 125 см, ені 45 см құрайды. Шкаф топсалы, 2 есікті болып келген, ішінде сөрелері бар. Әуел баста бұл шкафтың түсі қоңыр түсті болған, кейіннен көк түспен сырланған. Ұлттың тарих үшін маңызды осындай тарихи дүниелерді танып, зерделеп, саралап, халық назарына ұсыну бұл үлкен еңбек. Осынау ұлы іске себепкер болған жанашыр жандар кімдер? Сыр елінің көз қуанышына айналып үлгерген осындай жәдігерлер музей қорына қалай жетті? Бірге білейік. Сәлеметсіз бе, Жәнібек ата? Бұл тарихи дүниені көріп біз қуанып отырмыз. Сыр елінде сақталып тұрған Абайдың құнды дүниесі осы музей қорына қалай жетті? Бұл дүниені танып, зерделеп, саралап, музей қорына өткізген жанашыр жандар кімдер? 2002 мекен, 2003 жылдары мекен осы музейдің негізін қалаушы ақын әрі өнер жанашыры Сейтмұрат Ембергенов бір кездескенде маған біздің елде белгілі қазақтың дана ұрпағы Абай Құнанбаевтың тұтынған дүниесі бар деген әңгіме бар. Жәнібек, сен соны іздеп тапсаң бір үлкен шаруа болар еді деп маған өзінің ойын айтты. Осы сөзден кейін мен сол нені іздестірумен айналысып, 1 жылдан 2 жылға дейінгі аралықта іздестірудің нәтижесінде өзімнің тұратын Асқар Тоқмағамбетов ауылынан осы Абай тұтынған кітап сөресінің ізі шықты. Соныменен үйдің егесі осы шкафты тұтынған кісіменен келісті жүргізе отырып, түсіністікпен әйтеуір осы музейдің қорына алатын болып келістік. Енді ол кісіде ол әңгіменің шығуы кезінде осы сырдың белгілі драматургы Қалтай Мұхамеджанов осыны біледі екен, сол келіп сұрап еді, мен соны бергем жоқ еді. Енді уақыт өтіп келе жатыр, енді ертең өзі қойдың жасындай жасым қалды, енді қылған нені осы мына ауданда тарихи өлкетану музейі ашылып жатыр. Енді сол музейге берейін деп келісті. Соныменен осы шкафты осы музей қорына алдық. Дегенменен бұл енді шкафтың келу жолы, ол шкафты шынымен сол Абай Құнанбаев тұтынды ма, ол ояқтан қандай жолмен келді, кімдер әкелді, осында сандаған сұрақ, осы сұрақтарды бойында жұмыс жасап, мына өзі біздің сыр бойында қожалар негізінен осы діни бағытта
ішінде ағарту саласы бойынша қызмет еткен заманында мынау арқада белгілі сол ненің қазақтың біртуар ақыны Абай Құнанбаевтың әкесі Құнанбай сол ағарту саласы бойынша елге діни әрі басқа да неде тәрбие беру үшін осы Түркістан және осы Қызылорда аумағындағы білімді деген қожаларды жинап алып еліне шақырады, халықтың діни сауатын ашу үшін. Бұл Құнанбайдың өзінің жаңағы дінге өзі бет бұрған, яғни өзі бұрын белгілі сол арқаның алпауыты ғой. Енді дін жолына түсіп, өзі осындай неге бет бұрғаннан кейінгі шаруасы болатын шығар. Сол кездерде біздің осы Абай Құнанбаевты осы халыққа танытушы Мұхтар Әуезов қой. Осы Мұхтар Әуезовтың әкесі Әуезді сол шақыратын көрінеді. Бұл ел арасындағы әңгіме бойынша. Ол кісі өзімен бірге сандаған сонда білімді жастарды, яғни айтқанда өзінің шәкірттері болар. Осы сыр бойындағы жаңа білімді деген жастарды өздерімен бірге ертіп алып барады. Өзі біздің осы Қызылорда өңірінде өзі қожалардың елді мекені болған. Бірі мынау қазіргі Ақжарма ауылында Азат елді мекені, содан кейін Шіркелі ауылында Қан елді мекен. Осы елді мекенде негізінен қожалар өмір сүрген. Осы жақтың қожаларының жаңағы білімге құштар жастары сол Әуезбенен сол арқаға барса керек. Сол кезде енді анық-қанығын айта алмаймыз. Ол Құнанбайдың өз қызы ма, жоқ әлде Өскенбайдың қызы ма, әйтеуір солардың әулетінің қызына осы мынау Азат елді мекенінен жаңағы Дәрібай деген жас жігіт сол Тұрғанкүл деген қызына ғашық болып екеуі сонымен үйленер кезінде енді ояқта да жаңағы сабау қамшы жалғыз басты жігітке берер қызымыз жоқ дегендей қып, ол екі жастың қосылуына ояқта рұқсат етілмейді. Сонымен Дәрібайдың жаңағы жолдастарының арқасында осы еліне қарай қашуға мәжбүр болады. Сөйтіп осында еліне келіп, осында өмір сүріп, ұлды болып, қызды болып, содан кейін бар бұл кезде қазақта қыз тұрмысқа шыққаннан кейін балалы шағалы болып өзі-өзіне келгеннен кейін ғана төркінді іздеген. Өзі тарихта өзі солай. Сөйтіп ұлдарында, қыздарында бәрі өсіп жетілген Тұрғанкүл мен Дәрібай ақылдаса келе Тұрғанкүлді төркініне жіберуге келседі. Тұрғанкүл мен Дәрібайдан 3 ұл бір қыз дүниеге келеді. Есжан, Қосжан, Тасжан атты және Зөре дейді. Яғни айтқан кезде Тұрғанкүл Абайдың әжесі Зөре бар емес па? Қызын сол кісінің әжемнің атында қойдым деп, сонымен Зөре деп қойған екен. Содан кейін ол Тасжанның жас кезі ішіндегі ең кенжесі Тасжан екен. Тасжанды ертіп арқаға барып, бұл кез Абайдың қайтыс болғанына 3-4 жыл болған уақыт дейді. Содан барып төркіндеп, сонда енді барғаннан кейін ол да нағаш жұртта сыншыл келеді ғой, келген жиені сынап, білім деңгейін, азаматтық деңгейін барлығын жаңа деңгейі көңілдерінен шыққаннан кейін жаңаға осы Абайдың мынау тұтынған бір дүниесі еді. Осыны нағашыңа ұқсағандай кейбір келбеттік нелерің бар екен деп, осы мынау Абайдың тұтынған кітап салатын мынау сөресі еді деп, осы кітапты жаңа сөресін жаңағы әрі Тұрғанкүлге жаңағы төркін сыбаға есебіне, әрі ана жиеніне осы жаңағы сөрені берген екен дейді. Енді содан бермен қарай еліне алып келіп, енді ол кезде түйемені белгілі көш есебінде жүріп келеді ғой. Еліне келгеннен кейін мынау қызы Зөре тұрмысқа шығады, сол Азат елді мекенінде сол жаңағы
біз алғашқы зерттеуде Бабай деп атап кеткен біздің ауылдың осы арқа жақ тұсында сол Бабай Ишан деген кісінің мешітінің орны бар. Біз енді алғашқы кезде Бабай, анаяқтан Абай деп екеуін бір-біріне жаңа ұқсастырдық. Шын мәнісінде келген кезде Абайдың шын есімі Ибраһим болатын болса, бұл кісінің де жаңағы жұрттары айтысы бойынша Ибрагим екен деп жаңа ұзын құлақтан осындай не берілді. Шын мәнісінде келген кезде бұл кісінің есімі олай емес екен. Бабай аталуы бұл кісінің шын есімі Рахым Бабай екен. Сонымен халық Рахым деген атты алып тастап баба деп, сонымен аяғына и қосылып Бабай Ишан аталып кетіп халықтың арасында. Сонымен осында тұрмысқа жаңаға құрып неғып келгеннен кейін осы елге қазіргі осы мешіттің тұрған орны ол кезде мынау Найман руының елді мекені болған. Сол елді мекенді Найманның белді азаматтары осы кісіні өздерінің еліне қосып, елінің ішіне мешіт салып, осы кісіні діни ағарту саласында бұл кісіні пайдаланады. Бұл кісі қожалардың ішінде Сейіт қожасы. Енді осы заман ағымымен уақыт өте келе, кешегі кеңестік заманның дәуірінде, әсіресе бұл 22 мен 28 жылға екінші ашаршылық пен қуғын-сүргіннің екінші толқынында бұл кісілердің отбасына ауыр тиіп, бұл кісілердің жақын жуықтары Тәжікстан елінде қызмет істеп, солардың шақыруыменен бұл кісілер мынау біздің сырдың бойының арғы бетіменен Бұхара, содан әрмен қарай Тәжік еліне, Өзбек елінен асып, Тәжік еліне қоныс аударады. Сөйтіп кетіп бара жатып, енді ол кезде көшіп бара жатқанда адам деген қара қам, басын ғана қамын ойлайды ғой, тек тамағымен жеңіл-желпі киімін алып, ал енді басқа ыдыс, аяқ, басқа да дүние мүліктерді алып жүре алмағандықтан, мынау жаңа кітап сөрені сол Найманның ішінде жаңа Тұмыш деген белгілі кісі болған, сол кісіге аманаттап кетеді. Ол мынау тұрған шкафты сөрені, сол Тұмыш деген кісі 1942 жылға дейін осыны күтіп ұстайды. 1942 жылдары сол Бабайдың Әсия атты қызы бүкіл өзінің ұрпағыменен көшіп өзінің еліне қайтып келеді. Басқа балдары, қыздары барлығы Тәжікстанда, Өзбекстанда жан-жаққа кетеді. Ал енді тағы қыздарының ұрпақтары осы Тереңөзекте Шеркейлі елді мекенінде қазір өмір сүруде. Сол Әсиясының баласы Ескендиров Ахметбек осы бізге жасы 80-ге келгенде осы Абай шкафын бізге осы музейге сыйлады. Осы шкафты сол кезде енді менің музейге онша қызметтік неде тәжірибемнің аздығынан да болар. Соның өзінде де сол ойластыра отырып, осы шкафтың жанына сол кісінің түсіріп қойып, суретке түсіріп, оны аудандық газетке бергенмін. Ертең сөзім дәлелді болсын, және де бұл кісі ертең пәленше берді дегенмен ертең уақыт өте келе сенімсіздік пайда болар деп, мінекей соныменен осы шкаф осы қазір біздің аудандық тарихи өлкетану музейінің төрінде құрметті әрі осындай келген елге мақтана да көрсететін бірден бір бұйымыз осы болып тұр қазір. Бұны зерттеу мәселесінде әлде де айта беруге уақыт болатын болса, оның мәселесі жеткілікті. Біздің жаңағы әрбір зерттеу мәселені бізде белгілі ғалым емеспіз, біз белгілі бір жаңа осы немен айналысып жүрген маман емеспіз, бірақ бізден де көптеген қате кетіп жатыр. Мысалға алатын болса, менің Тасжаннан алғашқы зерттеуімде Тасжаннан ұрпақ жоқ деп едім. Осы екінші осы биылғы аудандық газетке қайта сол материалды бергенімде Шеркейлі ауылында Пәріміп Сартай деген кісі хабарласып, менің жаңағы ұрпақ жоқ деген Тастай деген кісінің қызының мен ұрпағымын деп, сол кісінің шақыруымен үйінде болдық. Сол кісінің жаңа Тастайдың ұрпақ екенін дәлелдеді. Оны біз қолхатын жаздырып алдық. Ал енді Қосжан деген кісінен осы біздің ауданға және облысқа белгілі Балашбек Шағырып деген ақын
өткен, марқұм болып кеткен. Сол кісі Қосжанның ұрпағы екен. Ал енді мынау бізге мына шкафты беріп отырған Искендеров Ахметбек, Асия деген, жаңа Зөре деген қызының ұрпағы. Мінекей осы бір шкаф арқылы осы жаңаға Құнанбайдың әулетінен шыққан Тұрғанкүл деген қыздың соның жаңаға есебінен біз сол кісіден тараған бүкіл ұрпақтарды қайда тұрады, қайықта өмір сүреді, осы ұрпақтарын таптық. Сол ұрпақтары арқылы осы шкафтың тарихында жаздық, халыққа жеткіздік. Абайдың өмірі мен шығармашылық мұрасы бір төбе. Оны зерттеу шын мәнінде Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов мақалаларынан басталды деуге болады. Ал Абай тұтынған дүниелер немесе Абайдан аманат ретінде қалған жәдігерлердің орны бір бөлек. Оны зерттеу мен насихаттауда музей қызметкерлерінің еңбегі зор. Ғасырлық тарихы бар кітап шкафын 2006 жылы Ұлы Отан соғысының ардагері, Абайдың аталас жиен ұрпағы Ахметбек Искендіров музей қорына тапсырған. Бұл дүние сонау арқадан сыр өңіріне қалай жетті деген сұраққа бірге жауап іздейік. Өйткені Абай туралы әрбір дерек бізге керек. Кітап шкафының әрі қарайғы тарихын білу үшін Сырдария ауданы Асқар Тоқмағамбетов ауылына жол тарттық. Абайдың мұрасы сақталған ауылдың берекесі бір бөлек. Кітап шкафын көзін қарашығындай сақтаған марқұм Искендіров Ахметбек ақсақалдың және қызы Искендірова Қалдыгүл Ахметбек қызының үйіне барып, балалары және келіндерімен сұхбаттастық. Қара шаңырақта қазір кіші баласы отыр. Ағайыннан арқа сүйер сүйеніші, бар парасатты бойына жинаған елдің азаматы, соғыс ардагері, қазақтың ұлы ақыны Абайдың жиен ұрпағы Искендіров Ахметбек Уәйісұлы 1923 жылы 17 қазанда Қызылорда облысы Тереңөзек ауданының Бидайкөл колхозы, қазіргі Асқар Тоқмағамбетов ауылында дүниеге келген. Соғыстан елге оралған соң бір жылдық училищеге түсіп, мұғалім мамандығын оқып шығады. Дипломын жоғалтып алғандықтан бұл мамандықпен жұмыс істей алмаған. 1954 жылдан бастап ауыл шаруашылығында жұмыс жасап, жеміс ағаштарын егіп, бағбандықты қолға алған. Ахметбек ақсақалдың алмалары мен жүзімдерін ауыл кісілері әлі күнге дейін айтып отырады. Тынбай тер төккен еңбегінің толағай табысына кенелетін күз мезгілін ақсақал берекелі шақ деп санаған. Күз болса болды, барлық үйге шелек-шелек жеміс үлестіріп беретін Ахметбек ақсақалды ауыл сағына еске алады. Елдің шаруашылық жұмыстарымен шектеліп қалмай, халықтың мәдени өміріне батыл араласып, ұлттық құндылықтарды сақтауға атсалысқан. Соның бір дәлелі, Жидебайдан Сыр еліне жиен тарту ретінде келген қазақтың ұлы ақыны Абайдың пайдаланған кітап шкафын аудандық өлкетану музейіне өз қолымен табыстауы еді. Құрметті көрермендер, біз бүгін Абайдың жиен ұрпағы Ахметбек Искендіровтың қызы Қалдыгүл апаның шаңырағындамыз. Сәлеметсіз бе, Қалдыгүл апа? Қалдыгүл апа, енді әкеңіз Ахметбек көзі тірі кезінде Абай тұтынған дүниені музейдің қорына тапсырғаны белгілі. Сол дүние сіздің есіңізде бар ма? Бала кезіңізде сол дүниені пайдаландыңыздар ма? Үйіңіздің төрінде орын алып тұрды ма? Қандай құрметке ие еді сол уақытта? Иә, бұл шкаф біздің бала кезімізден үйіміздің төрінде тұратын. Ол шкафтың түрі әлі көз алдымда. Қоңыр қызыл шие түсті болатын тұғын. Ол әжеміздің барында. Біз оған Абайдың шкафы, осыған бүкіл жаңағы кітаптарын салыңдар деп отыратын. Екі үйдің баласы бір жерде өстік. Сол кезде екі үйдің баласының бүкіл кітабы сол шкафтың ішінде жиналып тұратын тұғын. Әлі есімде. Одан кейін оның түрі өзгерді әрине. Бірақ сол әкеміз де, анамыз да Абайдың шкафы деп бізге үнемі айтып отыратын. Кейін әкем сол 80-ге келген кезінде музейге бұл шкафты өткізді. Себебі болашақ енді жастарға мүмкін әр жерде қалып қояма дегендей ой болды ма деп ойлаймын да. Құны шексіз қымбат зат, сол енді музейге кетті деп соңынан мен өкінгем. Сонда айтқан, бір адам көргеннен гөрі мың адам көргені жақсы деп.
Сол. Бірақ есімде сол күй. Сол соңынан енді краскіленді олар. Біз тұрмыс құрып жан жаққа кеттік балалары. Екі үйдің баласы тете едік. Бәріміз де бірімізден кейін біріміз оқуға түсіп жан жаққа тұрмыстың жаңа тіршілікпен тұрмыс құрып дегендей отбасын құрып бүкіл Қазақстанның жан жақ қалаларына кеттік та үйде. Сол балдар қалды. Балдар қалғанмен де енді жаңадан келіндер келді дегендей ғой. Бірақ сол білмеймін, сол әйтеуір шкаф музейге кетті ғой. Өзің дүние ретінде бір ұлға берді. Иә, енді менен кейінгі ұл бөлек отау болып шыққан кезде соған берді. Музейге сорадан кетті деп естідім. Ол кезде мен тұрмыста болғам. Бірақ кеткенін музейге бергенін естідім. Әжеңіз же айтады, неде бұл Абайдың мұрасы? Абайдың мұрасы, Абайдың жаңа шешем жаңа несіне келген. Дүниесіне келген деп отыратын. Сосын жаңағы біздің аталарымыз мешіт ұстаған кісілер қуғын сүргінге ұшыраған кезде бұл шкафты Туғыш деген кісіге аманаттап тапсырып кетіп, сол қанша уақыттан кейін келгенде сол шкафын қайтарып алған. Біз енді 60 жыл туылғамын ғой. Сол әйтеуір біздің бала кезіміз сол шкаф үйдегі ең қадірлі де қасиетті дүние болып төрде тұратын. Біз қазір Қалжан Ахун медресесінің алдында тұрмыз. Бұл медресе Сырдария мен Жалағаш аудандарының қиылысқан тұсында орналасқан. Бұл медресені 19 ғасырдың аяғында Қалжан Ахунның өзі оқыған Бұхарадағы Көкілташ медресесінің үлгісінде салдырған. Медресенің қасбеті күйдірілген кірпіштен соғылса, ал артқы бөлігі сапалы қам кесектерден тұрғызылған. Қалжан Ахун Бөлекбайұлы, ол кісі сыр бойында өмір сүрген діни қайраткер. Жалпы ислам ілімін жетік меңгерген ғұлама. Өзінің асқан білімпаздығымен, қайраткерлігімен көзге түскен Қалжан Ахуннан Арқаның алпауыты Құнанбайдың өзі Меккеге аттанар жолда сыр еліне арнайы соғып, Қалжан Ахуннан бата сұраған деседі. Кезінде заманында өзіндік елге құрметпенен, сыйменен қараған әрбір елдің өздерінің белгілі тұлғалары болған. Сондай тұлғалардың бірі кешегі осы сырға аты мәшһүр Жарасбайдың Аппазы мен Марқы атты екі азаматы осы сыр бойына белгілі алпауыттар болып, осы елді билеп, осы елге өзінің дегенін орындатқан адамдар осы бүкіл қазаққа танымал болады. Сол заманында өзі Аллаға мойын бұрған Құнанбай Мекке Мәдинаға барып, сояққа барып қажылық парызын өтеу үшін енді осы жүретін жолдас, әрі сенімді серік, әрі мақсаты бір орындайтын азаматты іздегенде осы сыр бойында Жарасбай Марқайдарға көңілі ауады. Сөйтіп, ол арқадан сыр бойына Марқайдарды іздеп осы Қараөзек бойына келеді. Қараөзек бойына Марқайдардың үйіне түсіп бірнеше күн жатып демалғаннан кейін Марқайдардың ұсынысы менен осы сырдың бойында сонау жаңағы Көкілташ медресесін бітіріп келген жас ғұлама Бөлекбайұлы Қалжанның бар екенін айтып, содан жүрер жолда сол ғұлама жастан бат алып кетуді Құнанбайға ұсыныс айтады. Ұсынысын Құнанбай қабыл алып, осы біздің тұрған жеріміз, яғни мынау тұрған мешіттің орнында, сол кезде Қалжан Ахунның өзі қам-кесектен соққан мешітінде жаңағы Құнанбай мен Марқа және осы елдің белгілі азаматтары келіп, осы арада намаздарын оқып, әңгіме дүкен құрып, осы жерде жаңағы сұхбаттасады. Сол кезде Құнанбай да осындай жол жүріп бара жатқанын Қалжанға, менің елден шығып бара жатқанында елімді жинап, ағайын туысымды жинап, халыққа айтқанымда арманым сол жерде барып Мекке Мәдинада сүйегім сонда қалса деп жаңағы өзімнің ойымда айтқанда халқым жоқ олай емес Құнанбай, сен елге аман сау келуің керек,
сен елдің тірегісің, сен елдің тірек болар азаматсың, сен елге азамат аман сау келуің керек деп елім маған осылай деп еді. Бірақ менің өзім жеке арманым сол Мекке Мәдинада қалу еді. Осыған осындай оймен шырағым сенің алдыңа келіп сенен бір баталайын деп келдім дегенде, сорда жас Қалжан осындай енді аттары дардай екі кісі келіп отырғанда, мынандай тосынын сұрақ тастағанда Қалжан ақын тосылып қалған екен дейді. Сонда Құнанбайдың елінде ара қатынаста болып, Құнанбайдың елінде болған осы сырдың Бозжан деген биі сол кезде Қалжанның тосылып қалғанын байқап, көтеріңдер білекті, берсін Құдай тілекті, ел тілегі аман сау келу болса, ер тілегі сонда қалу болса, ел тілегі қабыл болсын, Аллаха акбар деп сорта бата беріп жүрген екен. Сонымен де бірінші Алланың, екінші осы кісілердің батасы болар, халқының батасы болар, еліне Құнанбай аман сау Меккеге барып, еліне аман сау келіпті дейді. Абайдың әкесі Құнанбай бата сұраған Қалжан Ахун кім? Қалжан Ахун Бөлекбайұлы. Шығыстың классикалық әдеби мұраларын насихаттап, жастарды оқу білімге шақырып, Ресей империясының отаршылдық саясатына қарсы өздерінің күрескерлік рухын жоғалтпаған діни қайраткерлердің бірі. Сыр бойында мекен еткен Табын руынан шыққан. Бұхарадағы Көкілташ медресесінің түлегі Қалжан Ахун Сыр өңірінде өзінің дербес мешіт медресесін ашқан ағартушы, ұстаз, шайыр, заңгер. Ол өз заманында халқын дінге шақырған, медресе ашып қазақтың ұл-қызын оқытуға үлес қосқан, ұлтының арын жоқтаған нағыз қайраткер азамат. Көкілташ медресесінде 10 жыл, яғни 27 жасына дейін білім алған Қалжан Ахун негізгі оқу шариғат және заң саласын толығымен тәмамдап, оларға қоса философия, астрономия, математика, биология ғылымдарын тауыса оқып, шаруашылық басқару ісін игеріп шығады. Араб, парсы, шағатай тілдерін еркін меңгерген Қалжан сол медреседен Ахун атағын иемденеді. Ахун мұсылмандық діни лауазым, баулушы, ұстаз деген мағынаны білдіреді. Қалжан атамыз поэзия саласының тұнығынан сусындағаны да көп айтылады. Сыр бойы ахундарының қазақ халқының рухани мәдени болмысын, Ресей отаршылдығы жағдайында қорғауға бағытталған әрекеттері жемісті болғанын, солардың жан қиярлық еңбегі арқасында қазақ халқының рухани дүниесі қорғалып қана қоймай, одан әрі дамып, байи түскенін көреміз. Мәшһүр Жүсіп Көпеев Қазақ шежіресі атты еңбегінде Абайдың әкесі Құнанбай Өскенбайұлы қажылық сапарға аттанарда орта жүз тобықтыдан 20 кісі, кіші жүзден 100 кісі болыпты. Ішінде Нұрпейіс Хазірет, Дошан қалпелер бар дейді. Қазақ мұнан бұрын дәл бұндай бас қосып қажыға бармаған екен. 120 кісі болып арасын айырмай тізе қосып қол ұстасып жүрген соң, және өздері көзге түсірлік әр топтың қасқасы мен жайсаңы болғандықтан көргендер таң қаларлық болыпты. Ал оның Құнанбай қажымен бірлесіп салдырған Тахия үйін 1905-1906 жылдар аралығында қажылыққа барғанда көргенін, Досжан Хазірет атында екенін Шәкәрім қажы Құдайбердіұлы жазып кеткендігін айтқан еді. Ал тарихи тақырыпқа көп қалам тербеген жазушы Дүкенбай Досжан 1994 жылы Қазақстан баспасынан жарық көрген Абай айнасы атты кітабында Нұрпейіс Хазірет туралы құнды деректер келтіреді. Шәкәрім шежіресіндегі қажы марқұм Тахияны мен бастап алсам да, кіші жүз қажылары көп ақша берді деп еді деген сөзге айрықша назар аударған жөн. Сол қажылардың бірі емес бірегейі Ақмешіттік кіші жүз жаппас руынан шыққан Мырқы Жарасбаев. Кіші жүзде Мырқы мырзадан бай кісі болмаған екен. Оның байлығының мөлшері жайында ағасы Аппаз мырза. Мырқы мырзаның алтын ақшалары Еуропаның ірі банктерінде жатыр. Түйелерінің өзі 39 мыңнан қайтты деп отырады екен.
19 ғасырдың ортасына дейін қазақ пен қырғыздар қажылық жасауға барғанда өз ұлттарын жасырып, бұхаралық ташкенттік сартпыз немесе өзбекпіз деп атаған екен. Өйткені қазақ пен қырғыз халықтары Меккедегі мұсылмандар тізіміне жазылмаған көрінеді. Осындай қорлықты көрген жайық бойынан барған Нұрпейіс қажы 7 жыл бойы қиыншылықпен Меккеде жүріп, қырғыз бен қазақ халқын мұсылмандар тізіміне енгізеді. Мұхаммед пайғамбар өсиеті арқасында оларға тиесілі жерді алып береді. Нұрпейіс қажы ең бірінші хабарды кіші жүзден Жаппас руынан шыққан Мырхы мырзаға жеткізеді. Одан кейін орта жүздің Тобықты руынан Құнанбайды, ұлы жүзден Қасымбек Датқаны, қырғыздан Шәбден Батырды шақыртады. Мырхы мырза бірнеше миллиондаған сом қаржымен қасына нөкерлерін ертіп, Меккеге сапар шегеді. Кіші жүзге арналған тахия жайын 3 жылда салып бітіреді. Айшаға әсем ғажап тахия жайды көрген Бағдат ханы Мырхы қажының атымен атағанын мақұлдайды. Осындай тахия жайлар ұлы жүз, орта жүз қазақтары мен қырғыз халқына да салынады. Соғыс жылдары Меккеден келген арабтар Мырхы мырзаға салдырған тахияны, онан түскен қаржыны Мырхының ұрпақтарына табыс ету үшін олармен жолығуға күш салады. Кеңес дәуірінің ызғарынан қорыққан Мырхының ұрпақтары үнсіз қалады. Соңғы кезге дейін Мырхы мырза салдырған әсем тахия қажылыққа барған қазақтарға пана болған. Бұл Меккедегі қонақ үй тарихының бір нұсқасы. Ал сонда Құнанбай салдырды деп, бір жерде сатып алды деп, әртүрлі болжаммен айтылатын Меккедегі тахия тамы жөнінде не деуге болады? Меккеде ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз ру тайпаларына арнап салынған жеке-жеке тахия тамдар болғанға ұқсайды. Осыдан көріп отырғанымыздай, сыр бойынан шыққан кіші жүз құрамындағы Жаппас тайпасының қазақ халқының тарихында өзіндік белгілі бір орны бар екендігін тарихи жазбаша түп деректердің өзі де айғақтай түседі. Себебі күні бүгінге дейін Арабия жеріндегі Мекке қаласындағы тахия тамды кімнің салдырғаны төңірегінде біржақты көзқарастар қалыптасып, оны Тобықты руынан шыққан Құнанбай қажы салдырды деген пікір орныққан еді. Зерттеулер табылған жазбаша түп деректерді сұрыптай отыра шындықтың ауылына бір табан болса да жақындағандай болдық. Ал нәтижесінде Арабия жеріндегі Мекке қаласындағы тахия тамды қазақ халқының 300-нен шыққан ауқатты байлардың бірігіп салдырғаны, олардың ішінде сыр бойлық кіші жүз құрамындағы Жаппас тайпасына шыққан Мырхы байдың болғандығы көп жағдайдан хабар беріп тұрғандай. 1988 жылы Алматы қаласында шыққан Айтыс кітабының 1 және 2 томдарында ағайынды Мырхы мен Аппаз байлар жөнінде мол мағлұматтар кездеседі. Ащыкөл, Ащыөзендей сайың бар ма, желіде 70 шұбар тайың бар ма, 70 інген 80 мая боталатқан еліңде әбекемдей байың бар ма. Бұл жерде әбекең Аппаз Жараспаев, айтыскерлер Аппаздың байлығы мен адамгершілігін жан-жақты сипаттайды. Баласы Жараспайдың Мырхымыз бар, біздің ел байлығынан болмайды қар. Ділда артып жеті атанға Мырхы жақып, байымыз басы қара. О да жатыр. Бұл өлең жолдары Жараспаев Мырхыға арналған. Өлеңде барынша оның дәулеті сипатталады. Ағайынды Жараспаевтар Бештау, Санкт-Петербург, Тобыл, Үргеніш, Бұхара, Ташкент қалалары аралығында сауда керуенімен сауда-саттық жүргізіп, бар жиған тергенін туған жері үшін, сыр халқының игілігі үшін жұмсады. Сырдария өзенінің үстінен өз қаражатына салғызған аспалы көпірі, Қызылорда қаласындағы үйлер 20 ғасырдың екінші жартысына дейін сақталғаны белгілі. Мырхы байдың Құнанбаймен бірге қажылықты өтеу мақсатында Меккеге аттанған сапарында қазақ халқының демалатын қонақ үйін салдыру жөнінде сыр топырағында сақталған тағы бір деректер не дейді? Сол Мекке Мәдинаға барғанда ол өздерінің қажылық міндетін екеуі атқарып болғаннан кейін екеуі ойласа келе осы жақтан шыққандағы негізгі мақсаттары да солай болған. Осы қазақтан шыққан сол Мекке Мәдинаға барып қажылық етем деген жаңағы мұсылмандар болса, сол мұсылмандардың түсіп демалатын бір қонақ үй жасайық деп екеуі келісіп, бұл осы жақтан алып шыққан бүкіл қаражаттары менен сол Меккеде өздерінің сол қонақ үйін салдырған екен. Оның өзі сол заманның өзінде де таза еңбегіменен, таза бүкіл сол неге қиыншылыққа төзіп, Құнанбай менен Мырқайдар сондай ол кезде қазіргідей ол кезде де неше түрлі жаңағы
бас кесерлер нелер болған, тонаушылар ояқтан сол бәдәуилерінен де аз да болса тоналып, шамбалда болса айтып беретін беріп, аман сол барып, сол алып барған қаражаттарына сол қонақ үй салған екен дейді. Қаражаттары, алғашқы қаражаттары таусылып, енді Құнанбай Марқайдарға қарағанда, Марқайдардың мына бұрын ол Қазақстанның толық емес, Ресейге дейін сауда саттықпен айналысып, өмірде әлдеқайда Құнанбайдан осы сауда жөнінде елдің ішінде жүргенде осындайда өзінің тәжірибесінің молдығын көрсетіп, мынау жаңағы түйеге салған, жапқан жабуларының арасын, жапқан жабу киіздердің арасын тіліп, небір алтындарды соның арасына салып алып барған екен дейді. Сол таусылған қаражатты әрмен қарай толықтырып, сол тақияны бітіртіп шығады ғой. Енді бітіртіп болғаннан кейін сол қаланың, қазірше айтқанда мері, сол кезде әкімі ғой. Сол кісілерге, ал енді біз болдық осы кісіні енді деп өзі несін айтқан кезде жаңаға болғандарын, сонда айтқан екен қаланың мері, енді бұл қонақ үйге ат қойыңыздар деп, елдеріңізде қандай құрметті ел сыйлаған кісілер болатын болса, осы кісінің атын қоюға болады деп. Сонымен екеуі ойласа келіп, егер шын мәнісіне келген кезде Құнанбай өзінің үстемдігін жүргізем дейтін болса, жаңаға сорда өзінің елінде де небір адамдар болды ғой, соны қойып жіберуіне болады ғой. Сонда Марқайдарменен жаңағы өзінің дәрежесінің теңдігін көрсетіп, Марқайдарменен ақылдасқанда, Марқайдар осы Қараөзектің бойында Қарақойлы Тотпан деген атақты ұста болған екен. Атақты ұста халқына қадірлі, ешқандай кісіні ақылмайды екен. Сол кісінің есімін қойған екен екеуі келісіп. Соныменен ол кешегі қонақ үй кешегі күнге дейін ол қызмет атқарған екен. Кешегі біздің кеңестік заманның сол аяқталу шағы, яғни 1980 жыл мен 90 жылдың арасында осы елде сол Тотпаны ұрпақтарына деп Аравиядан хат келген екен. Сол нені сіздердің аталарыңыз, бабаларыңыздан соқтырған жаңаға қонақ үйді енді біз бұзып, оның орнына біз басқа құрылыс салуымыз керек. Соған рұқсаттарыңыз керек, ананың жаңаға ақысын несін төлеуге ғой. Сонда мына біздің ағайындар сол биліктің несінен қорқып, ондай жоқ деп отказ беріпті. Яғни айтқанда жоқ деген жаңа жауап берген екен дейді. Кейіннен соның ұрпақтары кеңестік заман кеткеннен кейін, тәуелсіздік алғаннан кейін соның қайтадан шығып жатыр деді. Бірақ енді оның анық қанығын біле бермейміз. Сол Тотпан аты есімі қойылған Тотпан ұстаның ұрпақтары қазір осы Асқар ауылында өмір сүруде. Қазір біреуі округтік ауыл әкімі Алданазаров Ғабдулла деген осы Асқар ауылында өмір сүріп жатыр. Қазіргі таңда Абай мұрасы әлем мәдениеті қазынасының ажырамас бір бөлігіне айналып отыр. Ал оның есімі әлемнің ұлы ақындарының қатарында тұр. Бүгін сыр елінің тарихы Абай мұрасымен толықты. Солай арқа мен сыр топырағы өзара байланса, сабақтаса түсті. Келесі кездескенше аман сау болайық.